жүресіз тікте ұятты қылық жасаған жоқсыз. Сол себепті жыламаңыз, уайымдамаңыз. Бұл жерде ұят болса, сізге емес, тек қана бір кісіге, оны өзіңіз білесіз. Негізі ол жігітті де қатты жазылмаңыздар. Андай маған ешқандай уәде берілген жоқ. Просто мен өзім андай адамды душой ашылып кетемін ба? Енді үміттеніп қалдыңыз ғой. Біреуді ұнатып қалсам, ашылып, сөйтіп сеніп қаламын да. Ал ол жігіт маған ешқандай уәде берген жоқ. Мен просто бір воображение құрып алғам өзіме, сондаймыз ғой біз өзіміз қыздар. Алға қарай демек, бұл ситуация сізге үлкен сабақ болды. Және бұдан кейін сіз мықты боласыз. Және келесі қарым-қатынасы сіз қатал және орысша айтып трезво ситуация. Сол себепті жыламаңыз, болсаңыз да эмоцияны шығармаңыз. Енді бір қызды жылаттыңыз, бір қызды жібердіңіз, бір қызды қабылдап отырсыз. Иә. Мен шындықты айтайын. Мен ойладым, мен әзілдедім, сонда шынайы қабылдап қалып. И мен кеше білдім ғой, ой бар екен. Сразу тоқтатып тастадым бүгін. Стоп. Потому что ертең тағы бір апта созып қалсам, одан бетер бір-бірімізге қинап қоямыз, қызды одан бетер жылатып қоямыз деген сияқты ой болды. Бүгін сразу стоп қойдым. Ойнап үміт беріп қалдым деп ойламайсыз ба? Қыз үміттеніп қалды ғой. Мен негізі 30-да ғой, жасы үлкен жақын тоқтатқан деп әдейі сол мағынада ойнаған негізі. Кішкентай қыз болса түсінерем, ол үміттеніп қалады деп ше. Жүрді енді жас емес, мен ойымша қыз ғой енді, қыз баласы болғаннан кейін үміттеніп қалды. Мүмкін. Сол үшін қазірден басынан бастап еш нәрсе басталмай жатыр. Не болды енді? Күліп келіп едіңіз, көз жас шықты. Сезімге еріп кеттіңіз бе? Сезім сонда. Қашпаңыз енді. Бұл эмоция, бұл сезім. Нормально бәрі. Просто андай ғой. Бәрі тағы айтам, Шерхан үшін жылап жатыр, ойлап қалмасын деп. Мың рет айтам, әке шешем андай қызымда. Әке шешем үшін өзім әке шешем алдында ұят сезімде қалдым да. Мен қызым осындай мейт деген сияқты сондай мен үшін жүректер ауырып отқан біліп тұрмын. Мен үшін ұялып қалғанда шығар. Бірақ сіз ұялмаңыз. Өйткені бұл махаббат, бұл сезім, кейде сезім оянған кезде көрсетуім керек. Сіз сөзіңізді артқа қайтып алдыңыз ба? Ойбай, не айтарым білмеген отырсын. Енді тосын сый, жігіт тосын сый жасады. Иә, өте қатты эмоцияға толы тосын сый болды енді. Бірақ сонда да достар не только отношения, жігіт пен қыздың арасында қасыңызда жүрген достарыңыз бар, сенетін адамдардың да, сен сеніп тапсырған адамдар да артынан пышақ сұғуы мүмкін. Бірақ та бұл ситуация сіздің көзіңіз кішкене ашты, иә, жалпы? Өте қатты ашты деп айта аламын, иә. Ол жақта мен кейбір адамдармен өте жақсы қарым-қатынастамын. Кейбір емес, көбісімен негізі. И мен барынша өзім қалаймын, солай ойлаймын да елдерді. И бүгін маған көп бірақ та өмірі ондай болмайды. Я была в шоке просто. Не только Шерхан жақтан, адамдар жақтан. Жалпы, иә. А так, бұндай эмоция үшін Шерхан эфирден шыққаннан кейін бір таяқ жейтін бар. Ал дальше уже мен енді эфир жалғасады, көрермен. Және дәл қазір жанымда Маржан. Қайырлы күн, қал жағдайыңыз қалай? Бәрі тамаша, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Жаңа ортада сөз бастап қалдыңыз. Енді сол жайлы толықтырсақ. Иә, енді кешеде мен өзім стористен көріп, кімнің Аянның, Мадинаның стористерін көріп, біраз мыналарда вообще ұят жоқ екен ғой деген дүние ойыма келген. Негізінде Шерхан бізде опыты бар, тәжірибесі бар, басқа өзінен кейінгі адам інілеріне жаңағы өнеге беретін жігіттердің бірі ғой. Бірақ тірлігіне қарайтын болсақ, білмеймін енді. Еркек адамның тірлігі деп айта алмаймын, себебі үміткер келді, үміткермен неше күн хабарласпаған, кездесу самаса бой болмаған, сөйте тұра бүкіл көңілі шырайлымда да. Мына сыртта да байқаймыз ғой. Тамақтанған кезде, киінген кезде шырайлым қасына шықпайды, айналшықтап. Мен сол кезде айтқам, шырайлым егерде үміткер бар ғой, бұның қасыңа қатты жақындата берме қатысушы жігіттер деп өзім әпкелік кеңесін айтқан болатын, бірақ екеуінен шырайлымна жақтан не стоп деу жоқ, Шерхан жақтан да стоп жоқ, әйтеуір бірімен жақсы араласады да.
Осындай әңгіме ортаға шығатынын білгем. Кешеде ладно бассейнге случайно барып қалыпты, группа болып, случайно төртеу ақ болып қалыпты. Бірақ кейіннен бір заведениеге бар тамақтанған, одан кейін шығып Мадинаның үйіне барып, түннің бір уағында ғой еще ойын ойнаған, сөйтіп кім шығарып салған, қалай шығарып салған белгісіз ғой ар жағы мысалы да. Сол енді үміткерге деген бұдан артық бір қорлық жоқ деп ойлаймын ше, Шерхан тарапынан. Енді жаңа үміткердің айтып отырғанын естіп қалдыңыз, иә? Жаңағы сіз білесіз ғой, үміткердің бар екенін деді, Шерханға айтты. Сіз маған жазбасаңыз, мен өзім сізге жазып жүрдім. Бұл қалай болды деген секілді. Енді қыз баланың реніші орынды, бірақ Шерханның бұл жерде жауапсыздығы ма, әлде сезім шынында да басқа жаққа ауғаны ма? Енді сезімі ауса да кішкене жігіт ретінде үміткермен жақсы сыйластық танытып, осы жерде таныс тоқтатып, барып шырайлымға қарай бет бұрса да болар еді, нағыз жігіттер ұқсап. Бұл жерде енді екі оттың ортасына отырып алып, мүмкін сол дүние Шерхан өзіне ұнайтын шығар. Может, внимание жетіспейтін шығар деген дүниеде. Енді вроде ажырасқан, бұрын өмір көрген, әке, өзімен жұмыс жасап, жеке тұлға болып қалыптасым дейді да, бірақ тірлігін қарайтын болсаңыз, білмеймін, өте үміткерге деген сыйластық жоқ. Енді сезім айтпай келеді деп жатамыз кейде. Бәлкім бұл енді бұған дейін басталған нәрсе ме? Үміткерге дейін қалай ойлайсыз? Негізі үміткерге дейін. Үміткерге дейін біз байқағанбыз. Ол кезде қатты қазіргідей араласпайтын, сөйлесуі, шырайлым деп қалуы. Негізі осы жобаға келгеннен бастап шырайлымға көз түстік. Бірінші Шерханның. Содан енді ол кезде айту керек та, немесе үміткер қабылдамаймын деп, немесе үміткерін әдемілеп сыймен шығарып салып, одан кейін барып мүмкін қызығушылығым бар деген дүниені айту керек педі. Ал енді Шырайлымның айтқанын естідіңіз. Мен тараптан қызығушылық бар деді Шерханға деген. Бірақ Шерхан әлі жауап бермеді. Үміткерден ұялып отырған әрине көрініп тұр. Бірақ сіз не сездіңіз, не байқадыңыз, енді айдан анық сияқты ма? Иә, үміткер кімге шырайлымға қызығушылығы бар екен көрініп тұр жігіттің. Қызығушылық деп ойлайсыз ба, әлде сезім ашылып кетті ме? Енді Шерханның біреуді жақсы көру өте қиындау, қызығушылық деп ойлаймын. Прям бүйтіп ұлан ғасыр бір сезім, аласапыран бір ішіндегі бір симпатия деп айта алмаймын. Жай қызығушылық деп ойлаймын. Мен бір жобада жүргеннен кейін, қасында күніге адам болғаннан кейін, мүмкін қызығушылық оянған шығар деп ойлаймын. Бұлай сезім деп айту әлі ерте сияқты. Жақсы, түсінікті. Енді алда тікелей эфирде не болатын біле жатармыз көрермен. Ал өзіңізде, жеке басыңызда бәрі дұрыс па? Үміткер жағы әлі тым дұрыс деуге болады. Не себеп болып жатқан бізде түсінбей жатырмыз. Бәлкім шақырмай жатқан боларсыз. Шақырып та жатырмыз. Білмеймін, үміткерден уже үмітімді үзіп жатырмын мен. Үмітті үзуге болмайды, меніңше. Жақсы, бізде уақыт болып қалды. Дегенмен Маржан үміткер күтеді көрермен. Келіңіздер.